Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бұл әдеттегідей әр жұманың таңында өздеріңізбен қауышуға асығатын сынақ айдары. Және сіздермен бірге мен Қазына Әбдіғаппар. Мен бүгін өзімді шаштараз ретінде сынақ көремін. Бүгін біз ерлердің шаш үлгісін жасайтын боламыз, және ол үшін маған Дилшат есімді маман көмектесетін болады. Дилшат, ең бірінші неден бастаймыз? Ең бірінші рет басын жүріп аламыз. Ең бірінші шашты кептіріп, көлемін көтеріп, шашты көтереміз. Бұны үй жағдайында да жасауға болады. Мен оңай деп ойлап едім, сөйтсем қиын екен әлде қайда. Мені шашқа көлем бердік. Енді мынадай шашқа арналған сағызды аламыз. Бұл шашқа форма береді. Жаңағы сағызымыз шашқа сіңу үшін осылай мұқалып шығамыз. Енді шашқа арнайы лак жағамыз. Жетеді деп ойлаймын. Шаштың арасын бөлдік. Енді кеклі қалды. Осымен біздің айдарымыз тәмам. Сіздермен болған мен Қазына Әбдіғаппар, Михаил Балабоев, арнайы жаңа бөлшім.